Бисмиллах деп бүгін сіздермен көпшіліктің жүрегін жаулап алған өте дәмді банно пипай пирогының рецептісімен бөлісемін қыздар. Дәл осы рецептпен заказға тапсырсаңыздар болады. Сіздерде 100% керемет шығатынына сенімдімін. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды, үстінен қантты, шымшым тұзды, жұмыртқаның 2 сарысын салып жақсылап араластырып аламыз. Егер майларыңыз жұмсақ болса, өте тез араласады. Жақсылап араластырып, қантты толық ертіп алуымыз қажет. Дәл осылай. Міне біздің массамыз дайын. Ал енді үстінен қыздар еленген ұнды және 1 шай қасық разрыхитель немесе ас содасы, екеуінен біреуін ғана қосамыз қыздар, екеуін бірдей қоспаймыз. Үстінен салып араластырып қамыр илейміз. Описаниеге рецептісін қалдырамын қыздар, артық зат мүлдем қоспаймыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде керемет қамыр шығады. Пирогтарыңыз да өте әдемі, үгілмелі және песочный болады. Міне біздің қамырымыз осындай әп-әдемі болып шықты. Ал енді пакетке салып, 20 минут немесе 30 минутқа холодильникке жібереміз. 30 минуттан соң алып, майланған табамызға жаңағы қамырымызды жайғастырып, қолымызбен жұқартып салып аламыз. Міне осылай. Дәл осылай әдемі етіп жұқартамыз. Шеттерін амал барынша жұқалау етуге тырысыңыздар қыздар, шеттері қатты көтеріліп кетпесін. Шетінің бәрін осылай реттеп, вилкамен шұқып, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20-25 минуттай осылай қызартып пісіріп аламыз. Піскеннен соң міндетті түрде толық суытып алыңыздар. Қыздар, енді варенка жағамыз. Қыздар, менде ауылды жерде мына варенкалар табылмағандықтан осы варенканы қолдануға тура келді. Сіздерге дек немесе густиярды қолдануға кеңес беремін. Немесе кез келген сапалы варенканы қолдансаңыздар өте әдемі болады. Варенкаларыңыз амал барынша қою болсын, сол кезде кескен кезде ағып кетпейді. Ал енді үстінен туралған кесілген банандарымыз саламыз. Егер бананыңыз үлкен болса, 1 банан жеткілікті, ал кішілеу болса 2 банан қосамыз. Дәл осылай банандар тізіп болғаннан соң кремін дайындауға кірісеміз. Творожный сырға қантты, сливкиді салып, жақсылап массасын ұстағанға дейін миксерлейміз. Қыздар, ескерту, творожный сыр, сливки екеуі де сап-салқын болуы қажет. Егер жылы болса, сіздердің кремдеріңіз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Ал екінші ескерту, ұзақ уақыт миксерлеуге болмайды. Егер сіздер ұзақ уақыт миксерлесеңіздер, кремім қоюлансын деп, сливкилеріңіз іріп, май шығып кетуі мүмкін. Сол үшін 3-4 минуттай ғана миксерлейміз. Осылай өзінің формасын өте жақсы ұстап, миксердің ізі түсе бастаған кезде сразу кремді дайын деп тоқтатыңыздар миксерді. Дайын кремді мешокқа салып, осындай гүлді насадкамен пирогымыздың үстіне құйып шығамыз. Егер достар видео ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ал енді үстінен осындай какаоны салып сәндеп жібереміз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын. Сіздермен болған Жанар, назарларыңызға рахмет.